Айнасты таңертең құттықтауға достары жиналып қалыпты. Бүгін түнде қызымыздың туған күні 2 жасқа келеді, ала бұйырса. 2 жыл бұрын осы күні мен роддомда жаттым. Келесі күні толғағымды шақыртып бөпелі болдым. Соған ағам гүлдермен келе жатыр. Жаным! Спасибо за дочь. Жана кадр тоқтап қалған байқаған боларсыздар. Қызымыздың туған күніне деп шарик алуға шыққанбыз жолдасымменен, бұйырса түнде құттықтайық деп келуі шариктер заказ бергем, соны алып кетейік деп шыққанбыз. Содан Азамат жолдан бір жерге тоқтады да келем деп шығып кетті. Сөйтсе ағам маған осындай гүл алып келді. Қуанып тұрмын кәдімгідей. Бұйырса өзі ертең больницаға жатайын деп жатыр. Бұйырса сіздер уже бұл влогты көрген кезде оған уже ота жасалады. Алла сәтін салсын. Бірақ сонда да мені түнде осылай қуантайын деп жатқан мырзама рахмет. Күшті. Қызын қуантайын деген әкесі түннің бір уағында Айтанаға шарик үрлеп берші деп жаңбыр жауып жатса да келе жатырмыз. Шарик алынды, гүл бар, енді қызымызға арнап торт алуға келді. Айнасты таңертең құттықтауға достары жиналып қалыпты. Осындай шариктері бар өзі. Жақта бөлмеде Айнас ұйықтап жатыр. Таңертең күрсінбей осылай мультиктарға шарик бөліп дайындап қойды. Оның ойыншықтардың арасында көк бақырды. Сонымен өзінің қолымен жасап дайындап берді. Не болды? Мен Айнас сен құттықтап жатыр ғой туған күнімен. Алып берем қазір. Кім мынау Айнас, қараш? Қара маған. Басына тағып алған ба? Тақшы басыңа. Не көз. Екеуміз тағамыз ойышты. Әншікі тағамыз. Ай-ай, ой. Шарик. Күшті ма Шарик? Шарик күшті ма Айнас? Опа. Онан кімі алайын ба? Күшті ма Айнас? Сен құттықтауға кеп тұр ма туған күніңмен? Берем, ап берем қазір. Айтшы happy birthday to you деш. Ағын алып берейін ба? Айтшы, Айнас, өлең айтшы. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Басыңа тағайын ба? Кел тағайын. Кел. Сары ма? Атаға барасың ба? Атаға барып көрсетесің ба? Өлең айтшы Айнас. Бүгін 29-ы қызымыздың туған күні. Қазір сағат 9:39 еді. 2 жыл бұрын 9:55 кеткен кезде Айнас дүниеге келді. Де Айнас? Жаным. Қазір соны атап өтуге, кіндік анасымен бірге атап өтуге кафеге бара жатырмыз. Таңғы ас ішеміз. Мерекелік таңғы ас ішеміз. Да, Айнас? Спасибо.
Таңғы ас ішуге осы Cakes and the Bakes деген мейрамханаға келе жатырмыз. Қолымызда әсем гүл бар. Қазір Айназдың кіндік анасына сыйлайтын боламыз. Бала ойнайтын жері қасында болсын деп, осылай осы жерден орын алды. Мейрамхананың іші өте әдемі. Таңғы асқа тапсырыс берейік десек, не таңдарымызды білмей қалдық. Қазір қонақтарымыз өздері келіп таңдасын деп отырмыз. Айназдың кіндік анасы біздің бүлдіріп құтаймыз. Жақта жезе қызымен. Қайс, Айназ, қайс? Гүлді искеш, гүлді иске. Жаным, рахмет. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Таза ауада ойнайтын жерге, бала ойнайтын жерге барамыз ба деп едік. Қазір демалыс, бала көп шығар деп. Осы жағалауға келгеніміз дұрыс болыпты. Таза ауада жүгіртіп ойнап жүрміз. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls. Қараңыздар, балық аулап атқандар қанша. Ана жақта да бар, мына бетте де бар. Топ тұр. Балық аулап атыр. Жалпы бүгін ауа райы күшті, таңертең жаңбыр жауған. Жағалауда адам көп екен. Осындай Айназдың кіндік анасы мен әкесі берген гүлді арқалап келдік. Қазір осымен фотосессия жасағым келіп тұр, бұйырса. Шарикті тастамайды өзі. Жақта біреулер тамақ ішіп жатыр, алдында біз сияқты. Сіздерді осы видеода атыраумен таныстырайын. Мынау NCOC деген компания. Ал мынау ресторан Фок. Мына жерде қателеспесем ұлттық валюта қатысты бір нәрсе мына жер негізі. Сосын мына жерде жастар театры бар, Атырау театры. Жастар театрында менің влогым бар. Тоже әдемі шыққан влог, қарасаңыздар болады. Ол кезде күзде бардық, ағаштардың сары болып тұрған кезі күшті болып тұрды. Қарап көріңіздер, сілтемені төменде қалдырамын. Ал мынау Еуропа мен Азияны қосып тұрған көпір. Күшті етіп жасаған негізі. Бірақ кішкене уже ескіріп жатыр. Жағдайдың бәрін әдемі жасап қойған. Көлеңке десе көлеңкесі бар. Отыратын жері бар. Тамақ ішіп, өзімнің заттарымен әкеліп, пикник жасайтын жері де бар. Күшті. Ал анау біздің әкімдік. Ойыншықтарының арасында, гүлдерінің арасында отырған 2 жасқа толған Айназ. Кассамен ойнап отыр. Маңдайдағы шишканы көрдіңіздер ма? Туған күн алдында бұндай обязательно болу керек болды дейсің. Мынадай шариктері бар. Мынадай самокатын сыйладық. Кіндік анасының, нағашыларының сыйлықтары. Ата әжелері, нағашылары барлығы ақшалай сыйлық берді. Соған алған ойыншықтарымыз. Қыдыртып, ойнатып. Бүгінгі күні күшті өтті деп ойлаймыз. Қазір ұйқысы келіп отыр негізі осы отырғанда. Бірақ ойыншықтардың барлығын қызықтап отыр. Қызымыз құлпынай жақсы көреді деп қызымызға арнап құлпынайлар сатып алдық. Сосын бұл менің де мерекем ғой деп өзіме осындай арт десерттер алдым. Көптен жегім келіп жүреді. Манго, таңқурай, құлпынай және кокос түрін алдым. Туған күнің мен Айназ, туған күнің менен. Қаттыр. Ух де. Тағы. Өр до конца. Тағы, Айназ
сөз үйрет, давай. Молодец. Молодец. Ал Енді енді же же анау же. Не ол, Айназ? Марина. Вау! Вау! Айнас Манина жеді. Бүгін 31 наурыз. Алдында туған күнмен алған корпусный десерттерді сіздермен бірге дәм татайын деп жатырмын. Қызым малинаны жеп қойды уже, жалғыз өзі. Сосын мына мангоны бастап жеп жеген. Мен обзор түсіремін деп ешкімге жегізбей жүргем. Мұнда менде құлпынай бар, сосын кокос бар. Енді сіздермен бірге дәмін татайын деп отырмын. Мына жақта мен шайдың орнына ыссы су ішемін. Кім мен сияқты тағы да осылай ыссы су ішеді. Мына тістелініп тұрған мангодан бастайын. Бұның жалпы дәмін көрдім. Егер сіздерге муссовый десерттер ұнамаса, корпусный десерттер ұнамайды екен. Бисмилля. Ішінде маракуйяның дәндері бар. Мангоның дәмі шығады. Бірақ жеке басыма десерттерде мангоның дәмі шыққан ұнамайды. Жалпы маған лимонад болсын, ол қандай да бір тәтті болсын, шоколад болсын, әртүрлі нәрселер болады тәтті. Соларға құлпынай менен мангоның ароматизаторларын қосқан ұнамайды. Химозный сияқты болып тұрады. Мынау мангоның дәмі шығады, плюс еще жұмсақ ауызда еріп кететін десертті. Маған манго ұнамады, қызыма да ұнамаған сияқты тістеп тек қойған. Енді құлпынайды жеп көрейік. Бисмиллах. Астыңғы жағында бір начинка бар. Құлпынайдың пюресі екен. Мынау мангоға қарағанда дәмдірек екен. Мен бана айтқандай құлпынайдың ароматизаторлар ұнамайды дедім ғой. Бірақ мынада аса қатты білініп тұрған жоқ. Бұған 10-нан 7 деген бал қоям. Ал мангоға 10-нан 5 деген баға қояр едім. Жеуге болады, бірақ менің талғамыма 5 деген баға қояр едім. Енді мынаны соңына қалдырып отырмын. Бұның дәмі күшті болатын сияқты. Баунти шоколадтарын жақсы көрсеңіз, бұл десерт сізге ұнайды. Бұнда да начинка үстінде тұр. Ішінде де бірдеме бар екен. Ішінде де кокостың ұнтағынан жасалған бір нәрсе бар екен. Бұл да жақсы. Бірақ 10-нан 8 деп баға қояр едім. Неге? Мен осындай 10-нан 10 деп қоймай жатырмын, себебі бұның әр қайсысының бағасы 2500 теңгеден. 2500 теңгеге мен бұдан да дәмді десерт жер едім деп ойлаймын. Бірақ бұның дәмін татқым келетін десертімді жауаптым. Ұзақтан бері, осы тренд болғалы бері, тиктоктан ASMR-лар көрген сайын осыны жегім келеді, жолдасыма айтып жүрген едім. Қызымның туған күнінде сол десертімді жабайын деп арнайылап барып сатып алдым. Түрлері әдемі болғандықтан қызықтым, расымен қызықтым. Бірақ муссовый десертті көп көлемде жей алмайды екен, жүрегімді көтеріп жібереді. Сіздер дәмін татып көрдіңіздер ме? Сіздерге ұнады ма? Сіздің жақта муссовый десерттер қаншадан екен? Мұнда да начинка бар екен, ортасына мангоның. Мен ортасына жетпеген екен. Қазір бұны да көрейік. Әрқайсында бір мармелад сияқты начинка бар.
мен тиктоктардан көрген кезде ішінде кәдімгі пюресі сияқты қылып ағып атады да. Мынау басқаша екен. Енді алмаймын. Өткенде 7 наурызға да жеңгеме, Астанада жеңгеме осындай корпусный десертте заказ бергем, дәмін көрсін деп. Енді оларға ұнады ма, ұнамады ма білмеймін. Бірақ Астанада сәл арзанырақ болды. Бізде 2,5-мыңнан, оларда 2,000-нан болды. Мен 12,000 теңгеге алдым. Ішінде 6 штук болды ау деймін. 2,000-нан болды әрқайсысы. Неге бұның дәмін тату үшін құттай түрлерін шығармайды екенде? Мысалға ана тиктоктан Айтбаевый деген бар ғой, алматылықтар. Солардың асмрлерін көргем. Олардың да кондитерский дүкендері бар. Оларда осындай дәмін татсын деп мини коробка жасаған, бірақ құттай түрінен жасаған. Сондай болса алар едім. Бірақ оның бағасы қанша екен білмеймін. Назар бөліп қарағандарыңызға рахмет. Қызымның туған күнін осылай өзіміз атап өткен едік. Негізі қызымызды таңғы астан кейін ойнатуға, ойнайтын жерге апарамыз ба деп едік, бірақ ауа райы күшті болып тұрғандықтан далада ойнатуды жөн көрдік. Оған қоса демалыс күні болды. Ойнайтын жерлерде міндетті түрде балдар көп болады. Сол үшін басымыз ауырады деп Азамат екеуміз ойнайтын жерге барымыз келмей қалды. Бірақ қызымызға туған күні ұнады деген ойдамын әрине. Өйткені ойыншықтарға қарық болып қалды. Нағашылары бассейн, батут деген заттарға заказ беріп болған, тапсырыс беріп болған, ол әлі келген жоқ, берсе жолда келе жатыр. Айназдың ата-әжесі де ойыншықтарды толтырып жіберген. Қазір оны да бөлек сіздерге көрсетемін. Барлығын бірақ қызым ашып, уже ойнап қойды. Кіндік анасы да Айназға ас үйдің заттарын сыйлаған болатын. Айназдың енді өзінің чайнигі бар, сосын микроволновкасы бар. Оған қоса ішінде көйлекте де бар. Көйлек, капрон. Біздің Айназдың кіндік анасы бүткіл нәрсесіне дейін әкеледі ғой, білесіздер ма? Киімін алса оған дейтін подходящий капрон, колготки, носки, іш киім түгел бәрін қосып береді ғой. Солай осы туған күнінде де әдемі сыйлықтар сыйлаған болатын. Оған қоса кіндік әкесі қызына арнап арнайы букет сыйлады. Қазір жолдасыма ота жасалып жатқандықтан қалада жүрміз. Нағашылары сол үшін Айназға күнде дүкенге барып бір ойыншықтан алып келеді. Неше түрлі ойыншық бар қазір бұл үйде. Әкем мен анамда енді 14 жылдан бері сәби болған жоқ үйде. Солар енді үйде ойыншық толып тұрғанға үйренісе алмай жүр. Әр бөлмеде бір ойыншықтан әйтеуір жатыр. Сосын Айназдың үлкен әжесі де ақшалай жіберген болатын. Мен ол ақшаға барып самокат сатып алдым. Мынау нағашыларының сыйлаған батуты, бассейні, самокат түгел менің заказым болған. Өйткені ала берсе алдымызда жаз келе жатыр. Қызымызды жазда далада ойнатуға керек заттар деп осы заттарды тапсырыс беріп алдырттым. Сонымен қатар қазір қолымда жоқ, ол ауылда тұр, бірақ Айназдың қарт нағашылары палатка сатып алып берген. Берсе онымен де ойнайтын боламыз. Биыл Айназ ойыншыққа кәдімгідей қарық болды. Мынау 2 күннен кейін жолдасымның сыйлаған гүлдері. Осылай терезенің алдында әдемі болып қуантып тұр. Ал мынау қызымыздың кіндік әке анасының сыйлаған гүлдері. Бұл кеше ашылып өте әдемі болып тұрды. Бүгін сәл шаршап қалыпты. Міне қараңыздар. Раушан гүлі қандай әдемі болып ашылған. Мына гүлде де өте әдемі. Сосын мына жақта мына уже жауып қапты. Осындай әдемі гүл болған. Сары түсі ұнап еді маған. Бірінші рет осындай гүлді алдым. Бірақ байқасаңыздар, мынадай қылып сыммен орап қойған екен. Сосын мына гвоздикада да ерекше әдемі. Барлық гүлдер өте әдемі, нәзік.
букет болды. Ал мынау міне жаңа айтқан үлкен әжесінің берген ақшасына алған самокатымыз. Осындай отыратыны бар, әзірге отырып айдап жүр. Аяқпен қалай тебетінін түсіне алмай жүр ау деймін. Бұйырса далаға шығып үйренетін болады. Мен де бұның сары түсінен алдым. Ешқандай розовый, көк деген түрін алғым келмеді. Себебі егер айназан аман қалып жатырса, келесі баламызға да үйлесе беретін түс алдым. Мынау ата әжесінің сыйлаған гитарасы. Шын гитара сияқты. Сосын ата әжесі осындай корзина сыйлаған. Ішінде неше түрлі жемістер де бар. Сосын Куромидің неше түрлі сақина, браслет, моншақ дегендерін сыйлаған болатын. Бірақ қазір тек браслетін тауып тұрмын, қалғанын қызым тақып кетті ау деймін. Қазір нағашыларымен бірге далада жүр. Егер влогым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өзіміз болып, шағын атап, әдемі күн өткіздік деп ойлаймын. Қызыма зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Болашағы жарқын болсын. Ата-анасының, ата-әжесінің, нағашыларының, барлық жақындарының көз қуанышы болып аман есен өсе берсін деп тілеймін. Осылай жылда туған күнінде құттықтауға 4 көзіміз түгел болсын деп тілеймін.